Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 2-ші сынып математика сабағының 70-ші сабақ. Өзіңді тексер. Осы уақытқа дейінгі өткен тапсырмаларымыздан нәтиже шығарамыз. Бірінші, білу, бұрыш түрлерін ата. Бізде тік, сүйір, доғал бұрыштар, соларды атап шығамыз. Енді бізде бірінші сызбамыз тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш. Тік бұрыш, доғал бұрыш және сүйір бұрыш. Келесі тапсырма. Сөйлемдерді аяқта. Тік төрт бұрыштардың барлық бұрыштары тік бұрыш болады. Тік бұрыш. Тік төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. Шаршының барлық қабырғалары тең. Келесі тапсырма. Тік бұрышсыз. Тік бұрыш дегеніміз осылай. Тік бұрыш. Келесі тапсырма. Фигураларды белгілерінің бірі бойынша топтастыр. Енді бұл жерде біз сүйір бұрыш пен сүйір бұрыш топтастырамыз. Тік бұрыш пен тік бұрышты топтастырамыз. Келесі тапсырма. Орналасу ретін анықта, әрі қарай жалғастыр. Орналасу реті бойынша мына жерде бізде көк тұрады. Енді мына жерде қызыл тұрады. Қызыл 2 және ары қарай көк, қызыл осылай кете береміз. Келесі тапсырма. Тапсырма дұрыс орындалған ба тексер. 2 сантиметр және 3 сантиметр берілген. Бұл жерде шаршының барлық қабырғалары тең болады. Демек, бізде 3 сантиметр сызып тастаймыз да 2 және 2 сантиметр болады. Тік төрт бұрышымыздың екеуінің ені тең 5 сантиметр немесе 6 сантиметрді алып тастаймыз. Демек, біз 5 сантиметр сызамыз да мына жерге 6 сантиметрді қоямыз. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.